Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен дәл осындай тефтелиді қатырып морозилкаға дәмді шашылмай пісетін тефтели дайындауды көрсететін боламын. Құрамы барлығы төменде жазылған, ал видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керегі майсыз фарш, қатты майлы болмаған дұрыс, жуып алынған күріш, пияз, осындай үкіштің ірілеу көзімен өткізіп аламыз. Майдалап туралғанмен бәрібір ол ірілік сияқты болып тұрады. Немесе блендермен майдалап алсаңыз болады ұсақтап. Қара бұрыш, тұз салып, барлығының құрамы төменде жазылған қыздар. Жақсылап араластырамыз, қамыр илегендей етіп араластырамыз. Негізі жұмыртқа қоспасаңыз да жақсылап араластырған соң болады, бірақ шашылып кетеді десеңіз, кішілеу бір жұмыртқа қосып жіберіңіз. Ал енді жақсылап қамыр сияқты болғанша араластырып аламыз. Барлық тефтелилер бірдей болсын десеңіз, барлығын грамдап өлшеп алыңыз. Менде орташа 35-40 грамнан жасаймын. Міне осылай домалақтаған кезде екі қолға әбден бірігіп кететіндей етіп қайта-қайта жақсылап домалақтаңыз. Сонда біздің тефтелилер шашылмайтын болады. Бір-екі рет жасап қана қоймаңыз. Міне жақсылап бірігіп, арасындағы пияз көрінбей кетуі керек. Міне осылай барлығын өлшеп домалақтап шығамыз. Міне барлығы дайын, ал енді морозилкаға дәл осылай қатыруға қоямыз. Мен астына пергамент қағазын төседім қыздар. Сонда біздің тақтайға біздің тефтелилер жабыспай оңай алынатын болады. Міне қатырып алдым, толық қатты болды морозилкада. Ал енді пергамент қағазын төсемей салған тефтелилер кішкене алынуы қиындау болады. Ал пергамент қағазын төсесеңіздер алыну оңай. Ал енді ыдысқа салып немесе пакетке салып морозилкаңызға салып қоясыздар. Кез келген уақытта дайын. Ал қалай жасау өз еркіңізде. Мен осылай қуырып, сорпа етіп, сосын мұз күйінде тефтелилерді салып 20 минут пісіріп аламыз орташа отта. Қатты отта емес қыздар, дәл осылай қайнап тұруы керек. Міне біздің тефтелилеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.